Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетем. Үйрену өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қазақ тілді каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіз. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі көздің жауын алатын шахмат ши құрағын үйрететін боламын. Ол үшін бізге қажет ендері 4 сантиметрден көк түсіміз, ақ түсіміз, қызыл түсіміз және қоңыр түстер қажет. Және ендері 6 сантиметр көк, қоңыр, ақ, қызыл, ақ мата жолақтары қажет болады құрағымызға. Біз ең бірінші көк пен ақ полоскаларымызды өстіп бір-біріне қосып тігіп аламыз. Міне көк пен ақ түстерімізді осылай тігіп алдық. Енді оларды бір-біріне тігеміз. Міне құрап алдық. Ақ пен көк түсімізді осылай, екінші қоңыр мен қызыл түсімізді де дәл осындай тігіп аламыз. Міне полоскаларымызды тігіп алдық. Енді осылардан және есептеп отырып 4 сантиметрден бұлай кесіп аламыз. Міне 4 сантиметрден бәрін сызып алдым. Енді осыларды осылай қиып аламыз. Міне осындай болып бәрін қиып қойдым. Енді мынау осылай түсетін болса, келесінде осылай өстіп 6 қатар тігеміз. Осыларды бір-біріне бастарын қосып аламыз. Аккуратно перечисляем. Не осындай болып шығады. Енді осыларды бір-біріне қосамыз. Міне осындай болып шықты. 6 несін қосып шықтым. Шахмат сияқты болып шықты. Енді осындайдан тағы біреу керек қажет болады. Және қызылда осы дәл осындай болып шығады. Міне көк пен ақ түсімізден осындай 2 шаршы дайындап алдық. Енді дәл осылай қызыл мен қоңырымызды да осындай 2 шаршы дайындап аламыз. Міне екінші қызыл мен қоңыр түсіміз размері 17-де 17 барлығының да размері. Енді шаршыларымызды тігеміз. Міне көк түсімізден бастаймыз құрағымызды.
Мына жеріне ақ түсімізді саламыз. Қайтадан көк түсімізді тігеміз. Және мына жерге енді ақ түсімізді тігеміз. Bir шаршымыз дайын болды. Екіншісінде дәл осылай қылып тігіп аламыз. Міне екі шаршымыз дайын болды. Міне тігіп алдық. Көкпен ағымызды. Енді қызылмен қоңырымызды тігеміз. Міне қызылмен қоңыр түсімізден бір шаршы дайын болды. Осындайдың екеуі болу керек. Міне екінші қызылмен қоңыр түсімізден екінші шаршымызды дайындадық. Енді мен осылай болып құраймын. Екеуін осылай тігіп аламыз. Bir-birine қосамыз тігіп алған шаршыларымызды енді. Міне құрағымыз дайын болды. Міне екі түстен шыққан шахмат ши құрағы. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.